тәрбиесіне келген кезде өздерінің белгілі бір ұстанымдары, мақсаттары, ережелері болады екен. Дәл сол секілді қазақ отбасыларда бала тәрбиесіне келген кезде аса үлкен жауапкершілікпен қарайды. Бала шыр етіп дүниеге келгеннен бастап ананың әлдейімен, бесік жырымен, құлағына ол баланың жыр дастандарды, ертегілерді тыңдата отырып, құлақ құрышын қандырып отырған, я? Осы жерде отырған әрқайсыларыңыз да ананың әлдейімен, бесік жырмен өспегендеріңізді сіздер бір тыңдамағанмын деп айта алмайсыздар, я? Себебі әрқайсыларымыз сол үнмен шыр етіп біз дүниеге келдік, я? Абай атамыздың бір өлең шумақтары бар ғой. Адамның бір қызығы бала деген, баласыз көңіл шіркін толар деген. Дүбірлі той жасамай баласына, қазақтың жағасы жайлауына қонар мекен дейді. Күллі қазақ даласының ақылшысына айналған, данасына айналған ұлы ақынымыз Абай атамыздың осы бір өлең шумақтарын тыңдау арқылы әрбір қазақ отбасының бала тәрбиесіне келген кезде бей-жай қарамайтындығын біз көңілімізге түйе отырып, оны бір ұғынғандаймыз, я? Қазіргі болжамдарыңызға мен өте қатты тамсанып, таңданып отырмын.